Мен Шайхы Гүлдана Ақылбайқызы, Арқалық қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы білім ордасында 2019 жылдан бері еңбек етіп келемін. Санатым педагог-модератор. Әдістемелік тақырыбым қазақ тілі мен әдебиеті сабағында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру. Осы білім ордасында еңбек еткелі мен біраз жетістіктерге жеттім. Сонымен қатар оқушыларым да әртүрлі олимпиадалар мен конкурстардан жүлделі орындарды иеленді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан таулары деп аталады. Оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру. Реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Яғни тапсырмаларды орындау арқылы біз осы мақсаттарға қол жеткізуіміз қажет. Сабақтың алдында мен оқушыларды екі топқа бөліп алдым. Бірінші топ Алатау тобы, екінші топ Ұлытау тобы деп аталады. Алдымен оқушыларды бағалау парағымен таныстырып өткім келеді. Бұл жерде екі топтың да бағалау парақтары берілген. Яғни сабақ барысында тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар өздеріне тиесілі бағаларын алады. Бұл жерде әр тапсырмаға балдар берілген, жалпы бал саны 10 бал. Өткен сабаққа шолу жасайық. Ол үшін тест сұрақтарына жауап береміз. Бұл жерде 4 сұрақ берілген, әр дұрыс жауапқа 1 балдан беріледі, яғни жалпы бал саны 4 бал. Бірінші сұрақ: әлемде қанша биік шың бар? А. 14, Ә. 10. Екінші сұрақ: олар қандай тау жоталарында орналасқан? А. Алатау және Қаратау, Ә. Гималай және Қарақорым. Үшінші сұрақ: бұл тау жоталары қай елдерді алып жатыр? А. Непал, Үндістан, Қытай, Бутан, Пәкістан. Ә. Америка, Франция, Япония. Төртінші сұрақ: мен таулықпын өлеңінің авторы кім? А. Мұқағали Мақатаев, Ә. Абай Құнанбаев. Бүгінгі сабақ бойынша біз мынадай жаңа сөздермен танысамыз. Шипажай, тас тізбегі, оңтүстік сілемі, жарты арал, жоталар. Яғни бұл жерде шипажай дегеніміз адамдардың демалатын жері, ал тас тізбегі ол тастардың қатар-қатар орналасуы. Оңтүстік сілем деген оңтүстік бөлік деген мағынаны білдіреді. Жарты арал үш жағынан теңіз қоршап тұрған құрлықтың бөлігі. Жоталар дегеніміз көтеріңкі жер бедерінің атауы. Енді осы жаңа сөздерді орысша баламасымен айтып көрейік. Шипажай, санаторий, тас тізбегі, каменная цепь, оңтүстік сілемі, южные отроги, жарты арал, полуостров, жоталар, гребни. Бірінші тапсырма. Сілтеме бойынша видеоны көр. Видео бойынша өз ойларыңды шынайы өмірмен байланыстырып айтыңдар. Мына жерде қарап отырғаныңыздай сілтеме берілген. Сол сілтемені басу арқылы видеоны қарайсыздар. Және де дескрипторға мән беріңіздер. Бірінші топ Алатау тобы. Видео материалға сүйеніп, Қазақстан таулары жөнінде айтасыздар. Ал екінші топ видео материалда айтылған Маңғыстау туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтасыздар.
Бұл тапсырма үшін әр топқа 1 балдан беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, екі топ бір-бірлеріңізді жарайсың, керемет, өте жақсы деген сөздер арқылы бағалайсыздар. Ең биік нүктесі үлкен Боқтыбай тауы. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 450 шақырым. Бастауын Шиелі және Терісбұтақ өзендерінен алады. Тау тізбегінен оңтүстікке қарай үлкен Борсық құмды шөлі жалғасады. Ол Арал теңізі мен Мұғалжарды бөліп жатыр. Маңғыстау таулары Каспий теңізіндегі Видеода Қазақстанның таулары туралы айтылған. Қазақстанның тауларына Маңғыстау, Сарыарқа, Бурабай, Тянь-Шань сияқты тағы басқа таулар жатады. Мен жазғы демалыста Бурабай тауына демалуға бардым. Ол жер маған қатты ұнады. Менің түсінгенім бойынша Қазақстанда әсем таулар өте көп. Видеода Маңғыстау таулары туралы да айтылған. Маңғыстау таулары Каспий теңізіндегі Маңғыстау жартыаралында жатыр. Маңғыстау тауларына Қаратау, Ақтау жоталары енеді. Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтіннен негізгі және жанама ақпаратты анықтаймыз. Яғни, бұл екінші тапсырма оқулықта 40-шы бетте. Оқулықтағы мәтінді оқып, екі топ өз тапсырмаларыңды орындайсыңдар. Бұл жерде де дескрипторға мән беріңіздер. Бірінші топ мәтінді оқып, оның ішінен екі негізгі ақпаратты анықтауы қажет, ал екінші топ, Ұлытау тобы, мәтіннен 3 қосымша ақпаратты анықтау керек. Осы екінші тапсырма бойынша сіздерге 2 балдан беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, екі топ өздерінің жұмыстарын қорғайды және де бір-бірімен кері байланыс жасайды. Яғни кері байланыс бас бармақ әдісі арқылы жүзеге асырылады. Ал енді балалар екінші тапсырма бойынша екі топ өздерінің жұмыстарын қосын. Бірінші топ Алатау тобынан кім оқиды? Кәне, Нұрислам, оқисың ба? Негізгі ақпарат. Бірнеше танымал әрі табиғаты әсем таулар бар. Түрген, Шатқалы, Сарыарқа, Мұғалжар, Алтай, Тянь-Шань, Жоңғар, Алатауы Қазақстандағы. Өте жақсы, жарайсың. Енді екінші топтан. Азамат оқи ғой. Сарыарқа орталық Қазақстанда орналасқан, орташа биіктігі 500-600 метр. Сарыарқаның негізгі жауһары Бурабай шипағай аймағы. Жергілікті тұрғындар бұл жерді қазақстандық Швейцария деп атайды. Жарайсыңдар. Енді оқушылар, сендер мәтіннен негізгі ақпаратты және қосымша ақпаратты жақсы анықтай алдыңдар екі топта. Жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, біз мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды таптық. Енді осы мәтіндегі мына сөздерді аударайықшы. Тау, шипажай, биік деген сөздерді орысшаға және ағылшыншаға аударайық. Кәнеки, кім айтады? Тау, орысшасы гора, ағылшынша маунтайн. Шипажай, орысшасы санаторий, санаториум. Биік, высокий хейк. Үшінші тапсырма. Берілген сан есімдерді реттік және жинақтық сан есімдерге айналдырыңдар. Сан есімдерді қолданып, сөйлем құрыңдар. Мына жерде сіздерге сан есімдер берілген. 1, 15, 7, 13, 22, 3, 35, 6 және 5. Бұл жерде бірінші топ сіздер сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып сөйлем құрайсыздар. Ал екінші топ, Ұлытау тобы,
Берілген сан есімдерді жинақтық сан есімдерге айналдырып, екі сөйлем құрайсыздар. Дескрипторға мән береміз. Сан есімдерді бірінші топ реттік сан есімдерге айналдырып, бір балл алады. Және де сол сан есімдерді қолданып, екі сөйлем құрау қажет. Ол үшін 2 балл беріледі. Екінші топ ұлытау тобында берілген сан есімдерді жинақтық сан есімдерге айналдырасыздар. Ол үшін 1 балл. Және де сол сан есімдерді қолданып, екі сөйлем құрайсыздар. Ол үшін 2 балл беріледі. Яғни, үшінші тапсырмада сіздерге барлығы 3 балл беріледі. Тапсырма орындап болғаннан кейін, екі топ бір-бірлеріңізді 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы бағалайсыздар. Үшінші тапсырма бойынша өзіміздің жұмыстарымызды оқимыз. Екі топтан, екі оқушы оқысын. Бірінші топтан, Алатау тобынан сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып кім оқиды? Дайте я апай. Аслан оқи ғой. Бірінші, 15-ші, 7-ші, 13-ші, 22-ші, 3-ші, 35-ші, 6-ші, 5-ші. Жарайсың. Ал екінші топтан, Ұлытау тобынан кім оқиды? Мен апай. 1, 7, 3, 6, 5. Жарайсыңдар. Ал енді сендерге осы айналдырған сан есімдер бойынша екі сөйлемнен құрау берілген болатын. Ал енді сөйлем құрайықшы, екі сөйлемнен. Бірінші топ қалай құрауға болады? Жаңағы Нұрислам мен Аслан. Сіздер қалай құрадыңыздар? Басқа оқушылар қалай құрады? Сыныпта 20 оқушылар, бізде үздік оқушылар. Бесеу үздік. Бұл жинақтық сан есімге, жарайсыңдар. Енді есептік сан есім 15-ші, 7-ші, 1-ші дегенге қалай құрауға? Мен 10 рет футбол ойнадым. Дұрыс, 10 рет футбол ойнадым. Молодец. Үй тапсырмасы. Сан есімдерді қолданып, өз өмір баяндарыңды жазыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз Қазақстанның таулары туралы өттік, Енді қазіргі уақытта сендер өздерің тұрып жатқан жердің табиғаты туралы, олардың өзіндік ерекшеліктері, сұлулығы туралы айтып өтіңдерші. Кәне, 1-2 сөйлеммен өзіміздің туған жеріміз туралы айтып өтейік. Мен өз туған жерімді жақсы көремін. Арқалық қаласы өте жақсы қала. Табиғаты әдемі, сұлу. Біздің Арқалықта боксит өндіріледі. Мен өз туған жерімді жақсы көремін. Сабақтың соңында біз осы сабақ бойынша мұғаліммен кері байланыс жасайды оқушылар. Яғни, WhatsApp желісіне бүгінгі сабақ бойынша өз ойларыңды жазып, қызыл, сары, жасыл түсті белгілерді жіберулерің қажетсіңдер. Мұндағы қызыл түс мен тығырыққа тірелдім, ештеңені түсінбей қалдым дегенді білдіреді. Ал сары түс мен түсінемін, бірақ барлығын емес деген мағынаны білдіреді. Егер сіздер сабақты жақсы түсініп, оны басқаларға түсіндіре аламын десеңіздер, онда жасыл түсті белгіні жіберсеңіздер болады. Біз бүгін сабақта мәтінді оқып, мәтіннің негізгі және қосымша ақпаратты анықтадық. Одан кейін реттік сан есімдер мен жинақты сан есімдерді қолданып сөйлем құрастырдық. Маған сан есімдермен сөйлем құраған қызық болды. Мен бүгінгі сабақта мәтіннен негізгі ақпаратты таптым. Сосын сан есімдерді жинақтық сан есімдерге айналдырдым. 2 сан есімді қолданып сөйлем құрадым. Бүгін біз мәтін оқыдық және сұрақтарға жауап бердік. Жақсы. Тағы
Сабақ өте жақсы өтті. Ұсыныстарыңыз бар ма сабаққа? Жоқ, маған сабақ өте ұнады. Ұсыныс жоқ. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Сендерге көп рахмет.